Бұл маска беттің әжімін кетіріп, беттегі безеулерді және одан қалған дақтарды кетіреді. Бәріне сәлем. Бүгін біз керемет үй жағдайында бір маска жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа ағы қажет. Жұмыртқа ағын жақсылап араластырып аламыз. Тағы банан аламыз. Бананда С витамині бар. Басқа да калий, магний, железо, кальций, фосфор, цинк және басқа да витаминдерге бай. Бананды ашып, турап, оны блендерге салып, езіп аламыз. Бұл бананды маскаға қосып, бетімізге жаққанда, ішіндегі витаминдері бетімізге сіңіп, бетіміздің одан сайын әдемі болуына көмегі зор. Ал енді жақсылап езіп алдық. Жұмыртқаның ағына қосамыз. Ішінде түйірлері болмау керек. Жақсылап еземіз. Жақсылап езген соң жұмыртқаның ағына қосып араластырамыз. Бұл маскаларды үнемі қолданып жүрсеңіздер болады. Өйткені бұлардың бойында көптеген витаминдер бар. Тек осы жемістерге сіздің ешқандай аллергияңыз болмаса болғаны. Енді бізге 2 аспирин қажет. Аспиринді жақсылап езіп аламыз. Аспирин безеуді кетіруге көмегі мол. Оның суыққа қарсы қасиеті де бар. Аспирин теріні жұмсартады, қызаруды басады, өлік клеткаларды қалпына келтіреді, бет терісін жасартады, әжімдерді кетіреді. Аспиринге кішкене су қосып жіберіп, еземіз. Сол кезде жақсы езіледі. Осы езіп болғаннан кейін жаңағы бананнан жасалған маскамызға қосып, үшеуін араластырамыз. Дайын болған масканы бетіңізге, мойныңызға, қолыңызға жағып, біраз минут күтіп, кейін жаққан маскаңыз кеуіп кетсе, үстінен қайтадан жағып, 2-3 қайталап жақсаңыз болады. 10-15 минут өткеннен кейін маскаңызды жылы сумен жуып тастаңыз. Бұл масканы аптасына 2 рет жасаңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздер қандай маска қолданасыздар, қандай маска туралы түсірейін, сол туралы комментарийға жазсаңыздар болады. Бетіңізге жаққаннан қалған масканы шыны ыдысқа салып, бетін жауып, тоңазытқышта 1 апта сақтасаңыз болады.